Сәлем баршаңызға. Бүгін түс шору музыкалық аспап жайында болмақ. Музыкалық аспап адамның ішкі күйін білдіреді, сезімін, оның амал әрекетін, өмірлік жолының қандай екендігін көрсетеді. Аспапта ойнау өмірлік жолың игілік жақсылыққа ашылуы, көңіл толатындай қуанышты білдіреді. Ал сынған аспап керісінше көп бөгеттің болатындығын, сезіміңді қатты басып тастағандығыңды білдіреді. Түсіңізде пианиноны көрсеңіз, көңіл күй сағынышты көрсетеді. Ал скрипка нәзік сезімдер, махаббатқа қатысты толғаныстар, яғни махаббатыңызды табатынын көрсетеді. Гитара романтикалық қуанышты жағдайлар жиі болады. Барабан қуатыңызды белсенді әрекет болатындығын, белсенді еңбек ету керек екендігін және одан жақсы нәтиже шығатындығын көрсетеді. Үрмелі аспаптар жанның даусы, көңіліңдегіні айтып үйренуің керек. Түсіңізде домбыра көру ата-бабаның қолдауын білдіреді. Және домбырада ойнау өзіңіздің тамырыңмен және рухани қуатпен байланысты екендігін және өмірде бар істе жолыңыздың болатындығын айтады. Домбыра сондай-ақ ниетіңіздің тазалығын, сол тазалықпен көп нәрсеге қол жеткізетіндігіңізді білдіреді. Яғни домбыраны көрген адамда ерекше бір талант пен білім барын және оны сыртқа шығару керек екенін, халықтың алдына шығару керек екендігін көрсетеді. Егер музыка әдемі шықса, демек дұрыс жолдасын. Ал егер шектер үзілсе немесе дыбыс шықпаса, бір қорқыныштың бар екенін және сол өте қатты бөгет болып жатқандығын көрсетеді. Ол қорқынышты жою керек, ешқандай негізсіз екендігін айтады.